Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай, қолда бар заттардан жасалатын, миксерді қажет етпейтін сливкісіз торт жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт керек. Сүтті отқа қойып, ысытамыз. Қатты ысу керек, бір қайнаудың қажеті жоқ. Бір ыдысымызға қантымызды, оның үстіне ұнымызды салып араластырып аламыз. Оның орнына крахмал қолдансаңыздар болады. Басқа бөлек ыдысқа жұмыртқамызды жарамыз. Бізге 2 жұмыртқа керек. Оны араластырып, үстіне ұн мен қант араласқан массаны 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Ешқандай іртігі қалмайтындай араластырып аламыз. Осының үстіне қатты ысып тұрған сүтімізді кішкене бөліктермен құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Қалған сүтімізді қайтадан отқа қойып, ысытып, жаңағы массамызды құятын боламыз. Толығымен барлығын құйып жібереміз және венчиктің көмегімен араластырамыз. Біз тоқтатпай араластыруымыз керек, бізде қою масса шығу керек. Мінекей осылай қою болады. Осындай қою болып шыққаннан кейін оттан алатын боламыз. Оттан алып, кішкене бір 2-3 минуттай араластырып аламыз. Сәл суығанша, ыстығы кеткенше, одан кейін бетін пленкамен жауып қоятын боламыз. Салқын жерге суытамыз. Мінекей крем суды қою болды, осындай дәміз күшіңкі ұқсайды. Ал енді жұмсақ сары майымызды миксерлеп алып, кішкене ағарғанша миксерлейміз. Оның үстіне жаңа кремімізді кішкене бөліктермен салып отырып миксерлейміз. Бізде осындай қою әдемі крем шықты. Осы кремімізді қайтадан бетін пленкамен жауып, холодильникке қойып қоямыз. Ал енді бисквитін жасайтын боламыз. Иліктен өткен ұнымыздың үстіне қантымызды, кішкене шым тұзымызды, 1 шай қасық разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Оның үстіне 3 дана жұмыртқамызды салып, сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Бізде қою масса шығатын болады. Қорқудан қажет жоқ. Осында қою масса шығады. Және бізге қайнап тұрған су керек болады. Су құйып істейтін боламыз бисквитімізді. Ыдысымызға какаомызды салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйір қалмау керек. Осы массамызды жаңағы қоймалжың болып тұрған массамызға құйып, жақсылап араластырамыз. Басында араластыруға қиын болады. Тоқтамай, үстіне ештеңе қоспай араластыра беріңіздер. Бізде осындай қаймақ тәріздес масса шығады. Формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне май жақтым мен, өйткені мен пергамент қағазым нашар болып шықты. Сіздер пергамент қағаздарыңыз жабыспайтын болса, май жақпай үстеріне құя берсеңіздер болады. Осылай барлығын құйып шығып, 180 градуста 25-30 минуттың аралығында пісіп шығады. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Міне осылай бисквитіміз пісіп шықты, өте жұмсақ болып, жақсы көтеріліп шықты. Осыны суытуға қойып қоямыз енді. Суыған бисквитімізді ортасынан 2-ге бөліп, айнала шеттерін кесіп аламын. Шетіндегі корждарды сәндеуге қолданатын боламын. 2-ге бөлінген бисквитіміздің бір бөлігіне креміміз жағамыз, айнала шетіне толық жағып тегістей аламыз. Оның үстіне екіншісін қойып, осы аралықта крем жақпай тұрып, айнала шетінен шыққан корждарды майдалап өктіп аламыз. Екінші бисквитіміздің үстіне кремін жағып, айнала шетін корждармен сәндеп шығатын боламыз. Сіз өзіңізге қалаған түрде сәндесеңіз болады бетін. Бетіне шоколадты ертіп құюға да болады, жемістермен де сәндеуге болады. Мінекей бізде осындай жұмсақ, үлпілдек тортымыз шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.